Мен Бектасов Шырынбек Қазықанұлы, 1956 жылғы зейнеткер, Түркістан облысы Жетісай ауданы Қараөзек ауылының тумасы, Астана қаласының тұрғыны, тиімділік идеясының авторы. Бүгінгі көтеретін мәселем: кінәлі кім? Неге осы барлық проблемалардың дұрыс шешімін табу неге қиын? Неге осы алдымызға қойылған мақсатымызды, міндетімізді орындауға не кедергі? Әрине, бұл сұрақтардың барлығы өте үлкен, кең сұрақтар. Бірақ қай нәрсенің де ең түпкі себебі, түпкі глубинный причины дейді ғой, соның түпкі себебі дұрыс шешілмегендің салдарынан айналып келіп, бүгінгі таңдағы барлық проблемалардың шешімін іздеп, соған қалай жолға түсеміз, дұрыс жолға түсеміз деп ойланбайтын адам баласы жоқ шығар. Мынау американдық доктор Уильям Деминг дегеннің әлемге әйгілі 98-де 2 деген формуласы бар. Мен көп жағдайда осыны мысалға келтірем. О кісінің қалай бұл формуланы анықтағанын мен білмедім. Бірақ көңілге қонымды, ақылға сыйымды жері міне мынау 98-де 2 дейді. Яғни 98% жағдайда мәселенің туындауында, шешімінде, соның несінде жекелеген адамдардың кінәсі жоқ дейді. Жекелеген адамдардың кінәсі 2%. Ал енді сол туындаған мәселелердің негізгі 98% сол жекелеген адамды қоршаған ортаның толық жетілмеуінен, және де сол адамды қоршаған, сол неде қалыптасқан жүйенің кемшілігінен дейді. Бұл деген сөз, кінәліні іздеп жатудың қажеті жоқ дегенге тоқтайды. Яғни, міне барлық осы бүгінгі таңдағы барлық ең негізгі көп проблемалардың, мәселелердің туындауында, шешілмеуінде, басқада болуының барлығынан кінәліні іздеп жатудың қажеті жоқ деген. Сондықтан мен ешкімді де кінәламаймын. Сондықтан мен тек қана осы әрбір адамды қоршаған ортаны, және қалыптасқан жүйені қалай өзгертіп, қалай жетілдіруге болады деген мәселені ойланып, осының несін тапқан секілдімін, тапқандаймын, таптым да. Бұл тиімді еңбек қатынасының туындайтын жерінде, яғни барлық ненің басталатын жерінде, адамзат баласының өмір сүру негізінің басталған жерінде, яғни оған алғашқы қоғам ояқа барып жатудың қажеті жоқ. Бірақ күнделікті осы алдымызда да болатын, осы келешекте де болатын барлық нәрсенің тірелетін жері, басталатын жері, бастау алатын жері, еңбек қатынасын соны дұрыстасақ, сол еңбек қатынасының негізінде дұрыс еңбек қатынасы қалыптасқанда, сол еңбек процесі бүткіл қауымды қамтып, бір қауым елді қамтып, дұрыс, тиімді еңбек қатынасын қалыптастыру. Оны қалай қалыптастыруға болады?
Оны тек қана бір ел көлемінде тиімділіктің 3 принципін өте қатаң сақтаған жағдайда, және де бір мезгілде, кешенді түрде. Яғни, менің тиімділік идеямның негізі. Мен енді бар несін қайталай беруге мәжбүрмін. Бірақ бірінші рет осыны көріп отырған адамдар үшін. Әйтпесе мен ол бұрынғы нелеріме сілтеуіме болады, алдыңғы, кейінгі, бұрынғы нені көрген. Менің осы үндеуімді бірінші көріп отқан адам. Тиімділік идеясының негізі не екен? Суть идея дейді. Мәні неде дегенде? Яғни, мәні мынау тиімді еңбек қатынасын қалыптастырып, әрбір жұмыс орнында. Ол президенттен бастап, президенттің айналасындағы аппарат қызметкерлеріне, одан бері қарай үкімет, правительство, үкіметтің басшысынан, және соның аппаратынан, және де төмен қарайғы шенеуніктер, әрбір салада, министрліктерде, міне солардың барлығының іс-әрекеті тиімді еңбек қатынасына негізделсе, сонда сол жоғарыдан бастаған кезде, содан кейін одан бері қарай төмен түсе келе, міне менің тиімділік идеямның негізі, тиімділіктің 3 бұрышы, мынау тиімді еңбек қатынасын қалыптастыратын. Тиімділіктің 3 принципін өте қатаң сақтап, тиімді еңбек қатынасын туғызып, тиімді еңбекті туғызып, бір ел көлемінде жаппай тиімділік идеясын, тиімділік парадигмасын, тиімділік көзқарасын, барлығына да тиімді болатын. Текетіреске негізделген емес. Әріптестікке, бір-біріне жаңалдегі сүйеніп, бір-бірінен қолдау тауып, өзара тиімділікке, өзара жаңалдегі әріптестікке, жаңалдегі өзара бірін қолдап, қуаттап, екеуіне де тиімді болатын жағдайды шешетін жағдайға келіп. Әрине, мені неғқан адам, наивный, сондай бір өмірді көрмеген, неғмаған адам секілді ойлайды. Жоқ, мынау бүгінгі таңдағы қалыптасқан парадигма текетіреске, күреске негізделген болса, ал мен автор ретінде, осы тиімділік идеясының авторы ретінде, менде сол парадигма қалыптасты. Сол парадигма менде бар. Сондықтан да мынау тиімділік парадигмасын, соны бір ел көлемінде қалыптастыруға, соған негіз салуда, соған жол көрсетуде. Сол үшін менің тиімділік идеямды негізінде жасалған 100 күндік программам бар. Бірақ сол 100 күндік программаны жекелеген компания, жекелеген сала, жекелеген неде іс жүзіне асыру мүмкін емес. Ол өзінің нәтижесін бермейді өз деңгейінде. Бұған өз деңгейінде тиімділік идеясының іс жүзінде асыру үшін, парадигма көзқарасты қалыптастыру үшін бір бүтін целый, бір бүтін қауым, яғни бір ел керек. Сонда бір елдің ішінде 100 күнде бір айналымға түседі, оборотқа түседі. Егер осы тиімділік идеясының несінкін бір айда оборотқа салып, 100 күндік несіне салып алса, одан кейін ол тиімділік идеясы өзінің кереметін көрсетіп, ол уже ары қарай жалғасын тауып, үлгі болады басқа елдерге. Үлгі ретінде. Одан үлгі алмау мүмкін емес. Себебі сол елдің, сол жаңалдегі іс жүзіне асырған елдің экономикасы қарыштап дамиды. Қарыштап дамуға негіз қаланады.
Міне сондықтан осы идеямды қайсы ел болса да сол елдің президенттеріне жеткізу. Сол үшін мен әрбір адамды қоршаған ортаны өзгерткізуге, қалыптасқан жүйені өзгертуге, сондай қауқары бар осы тиімді еңбек қатынасын бір ел көлемінде қалыптастыруға негіз салатын 100 күндік жоспарды іс жүзіне асыру үшін, және де менде сондай парадигма, сондай түсінік, тиімді, өзара тиімді болатын түсінік менде автор ретінде бар болғандықтан өзім ұсыныс жасап отырмын. Мамандығым да жетеді. Бір емес, мені бірінші рет көріп отырған адамдар үшін мынау 3 бірдей жоғары білімді диплом. Және де Москваның институт управлениясын бітірген 89 жылы. Менеджмент саласы бойынша. Инженер-экономист по организации управления строительства дейді, бірақ енді жекенесінде. Ал енді бұл негізі дұрыс шешім қабылдау маманы. Қазақшалап, қарапайым түрінде жаңағы айтады ғой, как говорится, на пальцах, қолға қойғандай түсіндірудің несі. Дұрыс шешім қабылдауның маманы. Дұрыс шешімді қалай қабылдайды? Дұрыс шешімді барлық мәселені, негізгі шешейін деп отқан мәселені жан-жақты талдай алу, жан-жақты ескере отырып, ситуация, жағдайды ескеріп, ақылдасып, кеңесіп, сол мәселеге қатысы бар, процеске қатысы бар адамдарменен, ғалымдармен, мамандарменен бірлесе шешу. Міне сондықтан мен өзімнің немді ұсыныс айтып атқаным. Осы 100 күндік жоспарды, программаны іс жүзіне асыру үшін 100-ақ күнге мені қайсы елдің болса да, сол елдің премьер-министрі міндетін орындаушы етілді тағайындаса, және де сол қалыптасқан сол жағдайды бұзып жармау үшін сол бүгінгі таңдағы премьер-министрді менің бірінші орынбасарым қылып тағайындаса, сонда барлық шешімді президентпен бірге елдің бірінші басшысымен ақылдаса отырып шешіп, барлық жауапкершілікті мен өзіме көтеріп, осы идеяны шешіп берейін деп отқан. Себебі бұл жерде нені 100 күндік программаны іс жүзіне асыру өте қиын. Себебі қазіргі таңдағы парадигма, қазіргі таңдағы көзқарас, қазіргі таңдағы мүдделердің соғысы, кландардың, группалардың мүдделерінің тоғысы іс жүзіне асыруға өте зиян тигізеді, кедергі болады. Мынау жеке мүдде. Менің идеям жеке меншікке негізінен қарсы емес, қайта ол түсіне білген адамға мемлекет тарапынан дер кезінде уақытылы жәрдем беруге. Сол меншіктің несіне де бүткіл халыққа мемлекет өзінің негізгі мақсат міндетін атқаруға. Міне соған жол салып беруге. Ең негізгі мемлекеттің құрылған кездегі мақсат міндетін толыққанды атқартуға, яғни халықтың жағдайын жақсартуға, бүткіл неге жағдай жасап беруде, бүткіл мемлекеттің мүмкіндігін барынша тиімді пайдалануға негізделген. Мен ойымды жаңа неден бастап алып, кім кінәлі деп, бұл жерде кінәліні біреуді іздеудің қажеті жоқ. Бұл жерде ең негізгісі объективтік жағдай мен субъективтік жағдайдың тоғысқан жері. Объективтік жағдайдың қазіргі бар, себебі адамзат баласы сана сезімі қазір дайын, өзгеруге дайын, тек қана соған
жағдай жасап, мүдделі мәжбүр болатын жағдайға қоюды. Адам баласын санасының өзгеруіне, барынша тиімділік жолына түсуге мүдделі мәжбүр болатын жолға қойғызуда. Иә. Міне егер мынау тиімділік идеясының 100 күндік программасы іс жүзіне асып, ол бір оборотын алып алса, әлемдік деңгейдегі нағыз ғылыми ұсыныстар, жақсы идеялардың барлығына сұраныс туады. Сұраныс. Міне сондықтан ғылыми негізде барлық жүйелердің, қоғамдық жүйе, жаңағыдегі қаржылық жүйе, мынау адами жаңағыдегі қатынас, мынау әлеуметтік жүйе, барлығының жетіле түсуіне негіз қаланады. Бір ел көлемінде түгел қамтылғандықтан, және бір мезгілге істегендіктен, және де барлық халық осы идеяны толық қолдаған кезінде. Қалай қолдайды? Ол үшін міне әуелі жаңағы мынау елдің бірінші басшысының назарына іліктіріп, сол кісінің бастамасымен публично барлық ақпарат көздеріменің халықтың алдында талқылап, барлық мамандармен бірге, осы мамандардың алдында талқыласақ, солар қолдаса, значит бүкіл халық қолдайды. Яғни бүкіл халық қолдаған мәселені іс жүзіне асыру. Сол халықтың жағдайын жақсартуға халықтың өзін жұмылдыру. Сол халықтың өзі мүдделі мәжбүр болатын жағдайға қойылуында. Яғни мәселені эволюциялық жолмен шешілуде. Яғни мынау текетірес, күрес, бұның бар революциялық жол болатын болса, бұл эволюциялық жол. Тиімді болу, өзін-өзі жетілдіре түсу, дамыту, тиімді болу, бұл жерде әріптес болу, бір-бірін толықтап, бір-біріменен сен бастық, мен бағынышты емес. Бұл әріптес ретінде. Содан кейін ең негізгі мәселені шешуге жұмыла кірісуде. Ал енді соның жұмыла кірісу, міне мынау. Ең төменгі кішкентай несінде 3 тұлғаның арасындағы қатынас. Ал енді осы 3 тұлғаның арасындағы қатынас тиімділіктің 3 принципін өте қатаң сақтаған жағдайда. Бір-екі ауыз сөзбен айтатын болсам, бірінші, әрбір іс әрекетті орындаушы өзінің еңбегінің нәтижесіне мүдделі болуы. Соңғы нәтижесіне. Екінші принцип сол мәселені, сол іс әрекетін әділді дұрыс бағалайтын, сол процеске қатысып тұрған, екінші оның сәл қасындағы бір саты жоғары тұрған басшысының болуы. Екінші принцип, соның өзіндік құзыреті болуында, сол мәселеге тікелей араласып, сол іс әрекетті дұрыс та әділ бағалайтын, сол процеске қатысқан орындатушының құзыретінің болуында, жеткілікті құзырет билігінің болуында, орындатушы ретінде күшінің болуында, билігінің болуында. Мен алдында айтқан едім, абсолюттік билік деген. Яғни сондай құзыретінің болуында, орындатушының. Ал енді үшінші принцип, ең негізгісі, сол орындатушының еңбегін, сол құзыреті бар орындатушының еңбегінің нәтижесін бағалауда. Соның қарамағындағы орындаушының еңбегінің нәтижесі негізінде бағалауында. Яғни функционалды связь. Міне мынау тиімділіктің үшбұрышының өте қарапайым болғанымен тиімді еңбек қатынасын туғызып беруінде. Міне тиімді еңбек қатынасын туғызып беруінің нәтижесінде тиімді еңбек туындайды. Яғни мынау әрбір адамның іс әрекетінде қасындағы мынау 2 құрылым, осы құрылым барынша
араласып, жәрдем беріп, сол іс әрекетті, сол еңбекті барынша тиімді атқаруға үшеуінің атсалысуында, жауапкершілігінің артында, жауапкершілігінің сол кімнен нені сұрайтындығын белгілі болуында және бүткіл халықты түгел қамтуында, түгел бір елді түгел қамтуында. Сонда мынау жаңелдегі төменгі буындағы басшы, орта буын басшыға, орта буындағы басшы төменгі буындағы құрылымға табан тіреп, содан күш алып, өзінен жоғары тұрған құрылымнан қолдау тауып, ол керемет күшке айналады. Яғни бүткіл мына неден керемет күшке айналады. Мынау сол кезде барлық мәселелердің шешімін дұрыс шешуге мүмкіндік алады. Сол кезде мынау бүткіл халыққа, бүткіл мынау несіне бір елдің көлеміне арқа сүйеген, содан қолдау тапқан сол елдің басшысы керемет басшы болады. Керемет мүмкіндігі болады. Ал енді оны жаңалдегі іс жүзіне асыру үшін қазіргі ескі парадигмамен, бұны зерттеу керек, бұған осындай ғылыми негіздеу керек, одан кейін барып қолға аламыз, бұны мынаның жаңалдегі ғылыми нелерде ортаға салып, содан кейін талқылау керек, сөйту керек, үйту керек, бүйту керек деген мәселелердің барлығы алдымызда болатын нәрсе. Самый главный, ең негізгісі, сол елдің, қайсы елдің болса да, сол елдің басшысына осыны тезірек жеткізуде, соны хабардар еткізуде, осы идеяны, осы 100 күндік программаны сол кісілердің назарына іліктіруде. Мен соған іліктіре алмай келем. Менің мына осы немді көріп отырған, каналымда осы үндеуімді көріп отырған әрбір адам осының келесі, мен 1-2 ауыз ойымды толық жеткізем десем, осының өзінде 20 минуттан асып кетті. Әйтпесе әлі айтарым көп еді. Бұл үлкен ілімге апаратын ұсыныс, идея. Себебі еңбек қатынасы деген ол керемет, ары қарай үлкен тақырып, үлкен ілімге баратын жол. Жаңалдегі Карл Маркстың марксизм, ленинизм недегі сияқты капитал, товардың, еңбекті, товардың құнын анықтау үшін еңбектің абстракты түрде зерттеп, товардың құнын анықтады. Товардың құнын анықтағаннан кейін жаңағы қосымша құнды анықтады. Қосымша құнды анықтағаннан кейін капитализмнің мына ненің негізгісі, оның түп сущность дейді ғой, соның несінікі неде екенін анықтады. Сол сияқты мынау тиімді еңбек қатынасы туындайтын жер. Мына тиімді еңбек қатынасы жүйе қалыптастырып, барлық нәрсені өзгертуге, барлық мәселелердің басталатын жерінен жөндеуге, өзгертуге негіз бола алады. Сондықтан мен барлықтарыңыздың басымды иіп кешірім өтінем. Егер менің ойымды, осы тиімділік идеясы жөніндегі ойымды, қазіргі тиімділік парадигмасы қалыптасқан автор ретінде менің ойымды білгілеріңіз келсе, менің каналыма жазылыңыз. Осы 2-3 күнде, 3-4 күнде, 4-5 күнде мен осыны жаңалап, әр неғылған сайын ойымды айтып отырам. Мысалы үшін бүгінгі кім кінәлі дедім. Кінәліні іздеудің керегі жоқ. Бұған тек қана кінәлі әрбір адамды қоршаған орта, соның жаңалдегі толық өз деңгейінде дамымағандығы. Кінә, сол дамымағандығында. Және де сол қалыптасқан жүйенің, сол қазіргі қалыптасқан жүйенің жеткілікті өз деңгейінде сол жүйе негізгі мақсат міндетін, мемлекеттің өзінің мақсат міндетін орындай алмауынан. Ал енді сол мақсат міндетін орындату, осы мына тиімді еңбек қатынасын бүткіл ел көлемінде бірден кешенді түрде іс жүзіне істеп бастаса, 100 күнде бір оборот алып алса, одан кейін ол өзінің кереметін
тиімділік идеясын кереметін қазіргі адамзат баласының басқаларға үлгі көрсетіп, сол ел керемет дамыған кезде жаңа 5-10%-ке қуанып айқайлап жүргендердің бәрінің үлгі алмауы мүмкін емес. Сонда сол жерде тиімді, барлық мәселе тиімді болған кезде коррупция тиімсіз болып қалады. Коррупцияға орын қалмайды. Барлық мәселелердің мына текетіреске, неге күреске емес, әріптестікке, бір-біріне сондай жаңалдегі синергия, өз несіне жәрдем беруге негізделеді, соған әрекет жасауға мүдделі де мәжбүр болатын жағдайға түседі. Барлықтарыңыздан басым дейіп кешірім өтінем, әсіресе қайсы елдің болса да президенттерінен. Менің контакты телефоным, байланыс номерім 8775 404 0256. WhatsApp нөмірім 8776 139 56 21. Кез келген сұрақтарға жауап берем. Әлі де айтарым көп. Бірақ мына формат әлеуметтік желіге жүктеу өте қиын. Міне сондықтан, егер бір ел көлемінде тиімді еңбек қатынасын әрбір жұмыс орнында қалыптастырса, әрбір адамның жауапкершілігі артып, сол адамды қоршаған орта өзгеріп, сол елде тиімділік аурасы қалыптасып, мына от, жаңалдегі су, ағаш қалай тез жанады? Ол үшін әуелі алау туғызып алу керек. Алау туған кезінде қандай да су, ағаш болса, сол алауда тез кеуіп, тез жанады. Сол сияқты бір ел көлемінде жұрттың барлығы түгел қатысып, қолдап, қуаттап бастаған кезде тиімділік идеясы өзінің кереметін көрсетеді. Әлі де айтарым бар.